Қыздар, сіз әрқашан жігіттерге қандай сұрақтар қойғыңыз келді, бірақ ұялшақ болдыңыз. Сұраңыз. Мен әрқашан сіздің қолыңызды жабыстырған кезде қандай сезімде болатынын білгім келді. Біреудің мүшесі. Саусағыңызды үлкен жылы саусағыңызға жабыстырғаныңызды елестетіңіз. Банан пудингі. Сондай-ақ саусағыңыз 10 есе сезімтал деп елестетіңіз. Қазіргіге қарағанда сіз банан пудингтерін жақсы көресіз. Осындай нәрсе. Жігіттер не айтып жатыр? Сіз жыныстық қатынас кезінде ойлайсыз ба? Бұл процесті жылдамдатқымыз келетініне байланысты. Ақырындау. Әйелім менен қалай жұмыс істегенімді сұрады. Оргазмыңызды бақылаңыз. Мен оған мұны қалай істеу керектігін білмеймін деп түсіндіруге тура келді. Бақылау, мен оны үнемі ұстап тұруға тырысуым керек. Бір досым мас күйінде мұны маған мойындады. Бәрі рас па? Жігіттер үнемі өздері істегісі келетін әдепсіз нәрсені қиялдайды. Сіздің әйел таныстарыңыз? Иә, әрине. Жігіттердің саған қалай қарайтыны? Достық қарым-қатынаста болу сіздің олар үшін сұр, жыныссыз тас екеніңізді білдірмейді. Сенің досың. Сізді онша қызықтырмауы мүмкін, немесе бұл оған тұрарлық емес деп ойлауы мүмкін. Достыққа қауіп төндіреді, бірақ жалпы жігіттер қыздарды екіге бөледі. Тартымды және тартымды емес, тартымды және қыздар. Егер сен әдемісің, біз үшін әдемі болуды тоқтатпайсың. Достар дегенмен бұл барлық жігіттер достық аясында өзін қалай ұстау керектігін біледі дегенді білдірмей. Бірақ бұл қазірдің өзінде басқа сипаттағы мәселе. Жігіттер, сіз жыныс мүшелеріңізді бұлғап жатырсыз. Киімің жоқ кезде діңгектерін бұлғап тұрған пілдер сияқты. Тек қана. Егер менде жыныс мүшесі болса, мен солай істейтін едім. Өзгерді. Мен бұл не екенін енді білдім. Бұл өзіңізді айналдыру деп аталады. Дерлік әрқашан, әсіресе әйелінің алдында өзгерді. Ең көп лайк жинаған пікір менің айналдыруды ұнататыным туралы пікірім болды. Мүшесі. Мен өзімді шайқап тойлаймын. Олар шынымен ұнай ма? Вагинаның дәмі қандай? Әлде сіз жай ғана кейіптесіз бе? Мен ешқашан кейіп танытпаймын, бармын. Мен шын мәнінде куннилингусты жақсы көремін. Әр қыздың өзіндік талғамы бар. Маған бәрінен де тәттілері бар қыздар ұнайды. Ол әрқашан әр түрлі болуы мүмкін. Тіпті бір қызбен. Кейде мен өзімді жұлып ала алмаймын, өйткені солай. Өте дәмді. Басқа жолы онша көп болмауы мүмкін. Сәкелеген кезде ол қандай сезімде болады? Зәр шығару кезіндегідей ме? Тональды секс сезімдері қалай ұқсас? Сен қашан ренжісесің? Шәует уретрадан несеп сияқты шығады, сондықтан мен әрқашан ойландым. Бұл сұрақ ештеңе етпейді. Зәр шығару кезінде біз оны басқара аламыз. Процесс. Біз аяқтаған кезде сезімдер тереңірек, шәует өздігінен шығады. Өзіме жыныс мүшесінің тартылуы және бәрі. Бұл көздің айналуымен бірге жүреді. Әрбір ер адам үшін қайталанбас бет әлпетімен және осы оғаш дыбыспен. Бұл күлкімен баяу пулеметтің жарылуы аралас. Сіз өзіміз үнемі байқайтын кемшіліктерімізге назар аударасыз ба? Мысалы, сіз сиқырып жатқанда сізде бір ой болуы мүмкін, өте қорқынышты. Целлюлит, немесе бұл созылу белгілері соншалықты жағымсыз, немесе, ол өте көрінеді. Аяғын абайсызда қырып тастады. Біз сізге шабандоз орнында отырғанда сіз аласыз. 1-2 килограмм салмақ қосқанымызды байқаңыз. Тек адал бол. Жалғыз нәрсе. Менің қалауымды жоғалтуы мүмкін жалғыз нәрсе күшті иіс. Жоқ, мен ешқашан жасамас едім. Сіздің ойыңызға нашар қырылған аяқтарыңыздың салдарынан жыныстық қатынасты тоқтату туралы ой келді ме? Сәтсіз маникюр және әртүрлілік арасындағы сезімнің айырмашылығы бар ма? Қынаптар. Иә, әрине. Пениспен бірдей. Кеңірек қынаптар бар. Қынаптар бар. Қазірдің өзінде. Өте дымқылдары да, құрғақтары да бар. Көтерілуге болатын жерлер және не сияқты. Қараңыз. Әрине, айырмашылық бар. Бұл қынаптың физикалық аспектілеріне байланысты. Сыртқы және ішкі құрылымы, ылғал деңгейі және серпімділік. Әрбір қынап бірегей.
Неліктен жігіттердің көпшілігі ит стиліндегі сексті жақсы көреді? Бұрыш өте ыңғайлы, тамаша көрініс және қызды ұстап тұру мүмкіндігі. Бел. Оның үстіне ілулі кеуделер өте қоздырады. Бар екені рас па? Сіздің шарларыңызды сорып алатын екі кішкентай тесік. Рас болса, бұл оғаш сезімдермен бірге жүруі керек. Одан кейін скротум. Жартылай ілінген жалаулар сияқты қайғылы ілулі ме? Мен бұл туралы бір рет және содан бері естідім. Бұл мені содан бері мазалайды. Мен барлығына сөйлей алмаймын, бірақ олар ол жерде жоғалып кетпейді. Толығымен олар жай ғана жоғары көтеріліп, қаңқаға тығызырақ басады. Олардың толығымен сорылмайды, олар әлі де сыртқы органдар болып қалады. Өзгерді. Хе-хе, уау, бірден көптеген жауаптар. Сондықтан мен біраз жасадым. Зерттеу. Онда шын мәнінде мұндай тесіктер бар, бірақ оған қарамастан. Айналада қаншалықты суық болса да, олар ешқашан ол жерге кірмейді. Мен кішкенемін. Мен тәжірибе жасап көрдім, және оларды орнату оңай емес екенін түсіндім. Сезіледі. Ауруы қатты болды, мен талап етпедім. Олар тым үлкен, сондықтан мен жасамадым. Менің ойымша, бұл жартылай болса да жүзеге асады. Болса, қатты таң қалар едіңіз. Оларды сонда итеруге тырысты. Олар сен туылғаннан бері бар. Қуыстар. Отырған кезде доптарыңыз бен тіктеріңізді сындырмауға қалай жетесіз? Өйткені олар төменде емес, алдыңғы жағында. Неге жігіттердің бәрі тыныш? Секс. Біз жылдар бойы үнсіздікте мастурбация жасадық, сондықтан біз осыған келдік. Үйреніп кетті. Біз ешқашан ерлер тым қатты дауыс беретін порно көрмейміз. Өздерін ұстау. Және біз ұзақ жылдар бойы дыбысты өшіріп порно көрдік. Қалай? Сіз басқа еркектердің тартымдылығын жиі байқайсыз ба? Мен сұрамаймын. Сіз мұны оларға дауыстап айтасыз ба, бірақ сізде осы жігіт сияқты ойлар жиі бола ма? Сіз біреуді кездестіргенде сексуалды немесе сол сияқты нәрсе ме? Бұл менде болады. Бұл сирек кездеседі, негізінен менің бағалау дағдыларым өте нашар. Басқа жігіттердің тартымдылығы. Мен біреудің қашан көріксіз екенін білемін. Немесе өте тартымды, яғни 1-ден 2-ге дейін немесе 9-дан 10-ға дейін ұпай бере аламын емес. Ойлау. Бірақ мен 3-тен 8-ге дейінгі ұпайларды қалай бөлу керектігін білмеймін. Қарғыс атсын, мен де емеспін. Маған 10 балдық жүйеде қанша бал беретінін білемін. Сезінер едіңіз. Бір қыз сізге тұрмысқа шығуға ұсыныс жасаса, өзіңізді қорлайсыз ба? Жеке өзім оны жақсы көретін едім. Әрине, егер бұл кенеттен болмаса. Күтпеген жерден. Ал сен кімсің? Сіз мастурбация жасағанда ойлайсыз. Сіздің жан серігіңіз немесе актриса туралы ма? Сіздің жан серігіңіз туралы? Иә, о. Кейбір актриса. Иә де. Порно актриса туралы? Иә, ерекше ештеңе жоқ, жай ғана. Мен қатты толқып тұрмын ба? Иә, жай ғана доптарымды тырнап алғымыз келді, сосын кетеміз бе? Иә. Сіз зәр шығаруға зәр шығарған кезде, сіз жай ғана шлангты немесе шарларды шығарасыз ба? Әдетте тек шланг. Барлығын шығарудың қажеті жоқ. Найзағайдан басқа. Олар жұмыртқаны ұнатпайды, сондықтан оларды мүмкіндігінше сирек көрген дұрыс. Неліктен көптеген ер адамдар жыныс мүшелерінің үлкендігінен ұялады? Біз серіктесімізді қуанта алмаймыз ба деп қорқамыз немесе өлшемі? Біздің денеміз бұрынғы серіктестеріңізден кішірек. Бұл негізінен әйелдер сияқты өз қиялымыздың туындысы. Олардың жыныстық еріндерінің пайда болуы немесе олардың кеуделерінің симметриясы туралы алаңдатады. Осындай алаңдаушылық әрқашан ақтала бермейді және олар айтарлықтай. Порнофильмдер мен заманауи мәдениетпен ауырлатады. Еркекте жоқ кезде. Ол алкогольдік ішімдік ішкендіктен орнынан тұрады. Бұл оның қалағанын, бірақ істей алмайтынын білдіре ме? Ол физикалық тұрғыдан эрекцияға қол жеткізуге және оны сақтауға қабілетсіз. Алкоголь болып табылады. Вазодилатор, сондықтан ол тура мағынада эрекцияны болдырмайды. Қашан? Біз сізге күтпеген жерден ашық немесе жалаңаш фотосуреттер жібереміз.
Сіздің бірінші реакцияңыз қандай және кейін олармен не істейсіз? Сақтау. Оларды пайдаланыңыз, жойыңыз немесе жай ғана қараңыз және бірден ұмытасың. Мен мұндай суреттерді қанша рет жібердім, бірақ маған ешкім айтпады, деп жауап берді. Сондықтан мен бұл адамдар оларды ұнатқан жоқ па деп ойлаймын. Біріншіден, біз комплимент айтамыз. Екіншіден, қарастырып жатырмыз. Үшіншіден, сақтау. Әрі қарай пайдалану. Төртіншіден, қолданамыз. Ең жақсы секс позициясы қандай? Қайсысы сізге көбірек ләззат береді? Мұның бәрі таза геометрия. Биіктігі. Менің бұрынғы қыздарымның бірінің бойы 172 сантиметр, екіншісі 152 болды. Біз тұрып жыныстық қатынасқа түсе алмадық, бірақ екіншісімен жыныстық қатынасқа түсе алмадық. Қолданылатын жалғыз шарт. Барлығына бұл менің пенисімді тым көп бүгін келмейді, және маған бос орын керек. Менің басымның алдындағы кеңістік. Әйелдер бастарын еңкейтуді ұнататын шығар. Артқа немесе бүйірге, бірақ бұл менің ісім емес. Жеке өзім бұл ең ұнайды. Қыз жоғарыда тұрғанда өйткені мен жатырмын және мен керемет көрініске ие боламын. Не? Сіз жыныс мүшелеріңіздің суреттерін жібергеніңіз үшін жауап күтесіз бе? Егер біз сізге мысықтарымыздың суреттерін жібереміз, бұл сізді шынымен қоса ала ма? Біз осындаймыз. Біз қармақ құйдық. Мәселе кем дегенде жауап алу болып табылады. Кейбір жігіттердің өздеріне теріс бірдеңе жазып, оны күткені ұнайды. Бұл. Кейбіреулер комплиментпен сіздің фотоңызды күтеді. Барлығы дерлік. Егер сіз бізге өзіңізді ашық түрде жіберсеңіз, ер адамдар өте қуанышты болар еді. Фотосуреттер бізден сұрауды күтпей-ақ. Иә, сіз дұрыс айтасыз, біз өте жақсы. Қынаптарыңыздың фотосуреттері сізді қызықтырады. Жууды сұраса ренжіп қаласыз. Ауызша жыныстық қатынасқа дейін сіздің пенисіңіз. Жоқ, егер біз сізге алдын ала келіссек. Сен сиқырлайсың. Бұйыртсаңыз, мен сіздің көлігіңізді сол үшін жуып аламын. Жыныс мүшесін жуу, бұл тәтті нәрсе. Оның үстіне, бұл орын алған кезде, маған әлдеқайда ұнайды. Олар мұны өте иісі бар, бірақ мен қаламаймын сияқты өрнекпен емес, өз еріктерімен жасайды. Дөрекі болып көрінсем, бұл жақында тоқтайды деп үміттенемін. Бірақ жуу қажет болса. Немесе оларды бірдеңемен жабуымызды немесе сурет салуымызды қаласаңыз, қырыңыз. Оларда әрпі бар, оларға алдын ала хабарлаңыз. Сізге және бізге көмектесетін кез келген нәрсе. Процестен көбірек ләззат алыңыз. Қыз болғанда не сезінесің? Сіздің шарларыңызға қатысты ма? Бұл неге кейбір жігіттерге ұнамайды? Егер сіз байқаусызда бізді ренжітсеңіз, бұл біздің бүкіл күнімізді бұзуы мүмкін. Сен мұны сезінесің. Сіздің шарларыңыз қалай ілінеді? Жазда сыртта жастық қап ілулі тұрғандай сезінемін. Және оның ішінде 2 өлі мысық бар. Сіз үшін қынаптық секс пен жыныстық қатынас арасында айырмашылық бар ма? Аналь. Айтайын дегенім, біз үшін сезім айырмашылығы маңызды, ал сіз үшін. Сондай-ақ, айырмашылықтар өте үлкен. Қынап әлдеқайда жұмсақ, салыстырмалы. Тегіс және әдетте аз өрескел. Сезім мүлдем. Әртүрлі, айырмашылығы неде екенін айту мүмкін емес, саңлау, тесік, өйткені сезімталдық. Әртүрлі, саңлаулардың ені әртүрлі, бағыттары әртүрлі. Тб. Сізге минет жасап, сізге қарағандағы біздің бет әлпетіміз ұнай ма? Мен мұны істегенде қорқынышты көрінемін деп ойлаймын. Сен сорлысың, Келай. Көздерің. Бүйірден көрінуі мүмкін, қорқынышты дыбыстар шығаруы мүмкін, мұның бәрі олай емес. Маңызды. Өз ісіңмен айналыс, ал егер бізге ұнаса, қалай істегеніңді біле. Қара. Егер қыз бөртпе киетін болса, сіз оны өз орныңызға әкелесіз және ол сіздің алдыңызда көкірекшесін шешіп тастайды. Көңіліңіз қалмай ма? Әлде мұның бәрі сенбе? Сіз оның сүйкімділігінің өлшемін асыра айтқанын білесіз бе? Немесе ол саған маңызды емес? Өйткені олар әлі кеуделер. Мен бұған өте шынайы және ашық жауап бере аламын. Қыз көкірекшесін шешкенде, мен ешқашан ештеңе сезінбеймін. Көңілсіздіктер. Егер кейбір майлықтар сол жерден құлап кетпесе, мен болар едім.
Бұл өте көңілсіз болды. Немесе мүше. Сіз шынымен ләззат аласыз. Сиськи арасын біләд. Немесе сіз мұны тек көңілді болғандықтан жасайсыз, және әдеттен тыс. Менің кеудем өте үлкен, мен бұл туралы бірнеше рет сұрадым. Сондықтан мені қызықтырады. Шынымды айтсам, онша рахат жоқ. Жалпы алғанда жаман емес, бірақ әдеттегі мастурбациядан әлдеқайда жақсы емес. Керісінше біз көріністің өзі тартады. Менің достарымның әрқайсысы, соның ішінде мен де әрқашан оны сынап көргіміз келді, және осындай тәжірибеден кейін әрқайсымыз қорытындыға келдік. Бұл тырысуға тұрарлық болды, бірақ ерекше ештеңе жоқ, деді мен білетін жігіт. Маған жігіттердің шұжықтарының өлшемдерін салыстырғаны ұнайды. Бұл шынымен рас па? Ол емес. Бүкіл тобыр жуынатын бөлмені айналып жүгіріп, сызғышпен күле алады, егер сіз айтып отырғаныңыз осы болса. Бірақ сондай-ақ көптеген жастар зерттеуге тырысып, өз билеушілерін бұзады деп айта аламын. Өзім. Сіз жүгірген кезде шарларыңызға не болады? Олар тудырады. Ыңғайсыздық, немесе сіз оларды тіпті байқамайсыз ба? Скротум өте бір түрлі орган. Негізінде оның өз миы бар. Біз спортпен айналысқанда олар кішкентай өлшемдерге дейін кішірейеді, және бізді мүлдем мазаламайды. Біз демалғанда оларда босаңсып, бәрі еркін түспейді. Бірақ шындап айтқанда, егер ол құлап кетсе ше? Мұндай мүмкіндік, жұмыртқаларды қарап отырыңыз. Бұл жігіттер дерлік. Ешқашан тыныштықта болмайды, барлық уақытта дерлік қозғалады. Болсақ, жүгіргенде сіз ыңғайсыздықты немесе ауырсынуды сезбейсіз. Бірақ ішінде олар сіздің астыңызда салбырап тұрғанда, және сіз отыра отырып, оларды жаншып жатқанда шынымен сорғыш. Жұмсақ қайнатылған жаңаларын жіберіп алмау үшін біздің арнаға міндетті түрде жазылыңыз. Өте қызықты талқылаулар. Ал әзірше біз сізге біздің басқамызды қарауды ұсынамыз.